Тоқаев, Марат Жыланбаев қылмыскер емес. Марат Жыланбаев экстремист емес. Марат Жыланбаев қазақтың нағыз батыры. Марат Жыланбаевқа қысымды көрсету тоқтап, Марат Жыланбаевты түрмеден босап. Бостандық! Бостандық! Свободу Марату Жыланбаеву! Біздің үнімізді өшіре алмайды. Саяси тұтқындарға бостандық. 26 наурыздан бері аштықта, аузын тіккен. Біз Алға Қазақстан партиясының мүшелері болып, Марат Жыланбаев жалғыз емес, соны көрсету үшін қорғаушымен бірге келдік. Бірақ түрменің әкімшілігі бізді ешқашанда Марат Жыланбаевқа кіргізбейді. Ол да Марат Жыланбаевқа жасалған қысымдардың бір түрі. Ендігі кезекте біз жауапкершілікті халық болып өз мойнымызға алу керекпіз. Марат Жыланбаевтың бостандыққа шығуы ол тек қана біздің әрекетімізге байланысты. Құрметті қазақ елі, біз енді үрейіміз, жүректегі үрейді жеңіп, әділеттілікке, ақиқатқа, шындыққа жақтас болу үшін біз осы әлемге келдік адам болып. Ал егерде енді зұлымдықты, әділетсіздікті, заңсыздықты көріп тұрып, үндемей қалатын болсақ, онда біздің адам деген атқа лайық емескіміз. Жерде бүкіл дүние жүзін танытқан, қазақтың туын желбіреткен марафоншы Батыр ағамыз бүгінгі таңда осы елді демократиялы ел болсын деп, сөз бостандығы, ар бостандығы сақталсын деп, біздің конституциялық құқығымызды талап еткен үшін, шындық үшін, әділеттік үшін түрмеде отырған Марат Жыланбаев ағамызға қолдау көрсетіп келіп отырмыз. Бұл 7-ші аштық Марат ағамыздың жариялап отырған осы өзінің құқығын талап еткен, соны орындалмаған үшін отыр. Сондықтан біз қолдау көрсетіп келіп отырмыз. Міне мына жерде тоғытылып отырса, біз де Қазақстанда бостандықта емеспіз. Бізде де Қазақстан деген үлкен түрмедеміз. Себебі бізде сөз бостандығы жоқ. Партия құру бостандығымыз, құқығымыздан айырылып отырмыз. Емін-еркін жүру құқығымыздан айырылып отырмыз. Бірдеңе ұйымдастыратын болса, бірдеңе шара бірдеңе болады десе, биліктің зәрелері кетіп, біздің үйіміздің алдынан тоғытып отырады. Бұл бостандық па? Бұл демократия ма? 95 жылы Назарбаевтың қабылдаған конституцияда не дейді? Біз зайырлы демократиялық мемлекеттік дейді. Сол 95 жылдан бері қай жыл, қазір неше жыл өтті. Біз әлі демократияның бесі де жоқ біздің елде. Қазір мына салыстырғым келгені, Марат ана жақта болғанмен, біз мына жақтың түрмесіндеміз. Марат Жыланбаев аузын тыртып аштық жариялап отыр, сол үшін кеттіңіз осы жерге. Уайымдап, қысым көрсету қазіргі заманда 20-ші ғасырда. Сол адвокатты сол адвокаттың решениесін күтпейміз бе? Аты жөніңізді айтыңызшы. Аты жөніңіз, менің есімім Бақтияр Шоқбаров. Қандай должность, кім екенін? Мен таспен айтамын сізге. Соны айтыңыз біріншіден. Есімім Бақтияр, замначальник управления полиции. Атында жерге келіп тұрмыз. Халық көрсетуіміз керек. Қазіргі мына жерде жиналған себебі біз ішкі істер бөлімінің қызметкерлері, сосын біздің акиматтың представительдері бар. Аузын тіккенінде жаңағындай кәдімгі скрепка дейді ғой, скрепкамен соны аузын тіккен, оны тіккенде тек қана не үшін тікті? Өйткені жаңа қожының қыспағына түскеннен кейін. Бұдан енді арыздар шықпайды, Мараттан мысалы, арызданады прокурорға, мысалы, юстицияға, басқа органдарға, куиске, дуиске арыз жазады, ол арыздарын шығармайды. Сондықтан жаңа Кожин деген камераның жаңағы не бар ғой, жаңа қазіргі отыратын жері қапас
не дизода дизода отыр. Аштық жариялады ғой енді 26-сынан бері. Дизода отыр, дизодан жаңағыдай арыздары шықпайды.